Таза қала үздіктері марапатталды. Естеріңізге сала кетсек, Шымкент қаласы азаматтық альянсының ұйымдастыруымен қазан айында таза қала акциясы өткен болатын. Аталған шара нәтижесі бойынша белсенділік танытқан бір қатар қала тұрғындарына алғыс хат табысталып, қажылай сый-сияпаттар берілді. Бүгінде өз мәресіне жеткен байқауда Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы мен Шымкент қаласы азаматтық альянсының өкілдері жеңімпаздардың жүлдесін салтанатты жағдайда табыстады. Қала тазалығын ұстауды насихаттайтын акция шаһарда осымен 10-шы рет өтіп отыр. Бүгін таза қала акциясының қорытындысын шығарайын деп отырмыз. Өшіде сол акция 10-шы рет қалада өтіп отыр. Енді жыл сайын емес, бір үзілістерде болды осы пандемия кезінде. Бірақ бұл акцияның тапсырушы ішкі саясат және жастар ісі бойынша басқарманың тапсырышы бойынша жұмыс істеп отырмыз. Өздері ауданның тұрғындары аула домкомдарды, жаңағы уличкомдарды өздері тауып, содан кейін аула сыпырушылар бар. Соның кішкене ерекшелігі осы жылдың. Бұл акция енді қала тұрғындарын ынталандыру, аулаларын, тұрып жатқан үйлерін абаттандыру жұмыстарын жандыруға, былайша айтқанда. Енді көркем қаламызды көрікті қылып ұстайтын мына жерде отырған осы бүгін акцияның жеңімпаздары. Аталған акцияға атсалысып, қала көркіне өз үлесін қосып жүргендердің бірі Ұлдар Кенжебаева. Бұған дейін бірнеше рет аталған жобалар басы-қасында жүріп, тазалықты насихаттау мақсатында түрлі шараларға қатысқан. Бүгінде еңбегі еленіп, Абай ауданының атынан шыққан ол жүлделі бірінші орын иегері атанды. Мынау таза қала акциясына рахмет, еңбегімізді елеп, марапаттап атқандарына. Не деймін? Аулада біздер мынау қылқан жапырақты ағаштар ектік, декоративный ағаштарымызды ектік, гүлдерімізді ектік. Одан кейін жаңағыдай біздер суреттерімізді салдық, ауламызда суреттер бар, келіп көрулеріңізге болады. Одан кейін жаңағыдегі барлығымыз неге сенбілікке шығамыз, әрбір неде. Сөйтіп ауламызды таза ұстап тұрғаннан алып жатырмыз. Бізде ма? Бізде 7 пәтерлік үй, бәріміз атсалысамыз. Солардың еңбегінде ойлаймыз, алып атқан нәрсеміздің бәрі. Таза ұстасақ өзімізге де жақсы, мына өсіріп атқан бала шағамызға, немерелерімізге үлгіде бола аламыз. Айта кетсек, таза қала акциясы аясында арнайы комиссия құрылып, қаладағы 4 ауданнан үздік аула, үздік көше, үздік үй мен үлгілі коммуналдық қызметкер, үздік шағын аудан аталымдарына сай жеңімпаздар анықтаған. Үздік аула номинациясы бойынша Әл-Фараби ауданы атынан 3-ші орын иемденген Дана Бектаеваның сөзінше, өкінішке орай кейбір аула тұрғындарының белсенділігі өте төмен. Сол себепті де қала көркі кейбір жағдайда көңіл көншітпейді. Қазақтың әдемілігін, қазақтың мәдениетін көрсету үшін сол өз ауламды қазақи жасап қойдым. Подъездің алдын есігін, соны сандықтарды, бау басқырлардың ой-өрнектерін бәрін салып қойғанбыз. Мен мақсатым біздің балдарымыз келешекте осындай әдемі аулада өссе, олардың ішкі дүниесі бай болады. Өзім қолымнан келгенше соның бәрін бір өзім жасап жатырмын. Өкінішке орай біздің ауламызда тек оны бағалайтын кішкентай балдар. Қазіргі жастар, оны жастар деп айта алмаймыз, уже 50-ге жақындап бара жатқан үлкен кісілер, уже сана сезімдері өкінішке орай төмен. Көмектесетін адамдар жоқ. Бүгінгі орын 3-ші орын алдым, бірақ келешекте ойлаймын, негізінде орынға жасап атқан жоқпын, бірақ рахмет айтып жатырмын маған осындай мені марапаттап, мені сертификат бергендеріне. Әрине кішкентай көмек, ол қанша болса да, бірақ ол үлкен еңбек. Айта кетейік, акцияның жүлде қоры 4 миллион 300 мың теңгені құраған. Әр ауданға 1 миллионнан бөлініп, қалған қаражат ұйымдастыру жұмыстарына бағытталған. Жалпы нәтижеге сәйкес 5 аталым бойынша әр ауданнан 15 үздіктен 60 азамат марапатталды. Нұрқанат Жарылқап, Ғалымжан Ерназар, Айғақ қоғамдық телеарнасы.